Сәлеметсіздер ме? Менің шағын отаным конкурсының менің өлкемнің символдары номинациясының қатысушысы номері 3-ші мектептің 9-шы сынып оқушысы Досай Ұлжан Амандыққызы. Менің өлкемнің символдары номинациясының тақырыбы киік. 21 ғасырға азулы жолбарыста, желден жер құланда, тасыр мінез тарпаңда жете алмады. Адамзаттың қатыгездігі мен табиғаттан тек алсам деген ашық көздігі салдарынан жерімізден жойылып кетті. Аталған үшеудің ішінен аман қалғаны тек киік. Мұз дәуірінен аман өтіп, жер бетінен жойылған соңғы зілдің сәлемін жеткізген болмысы бөлек бөкен. Халқымыз даланың киесіне бағалаған, ән күйі мен аңызына арқау болған ақ бөкен. Күн ұясына батар сәтте раяжи намазымды қуарайын деп намаз оқуды бастаған сол-ақ еді арқарлар мен киіктер жанымызға жан-жақтан шоғырлана бастады. Бері қарай жақындай түсті. Айтсаң адамнан қысыз, имандай шыным, үйірімен жиналып. Кезінде Бекет атамыздың нағашылары Назарқожа, Адай атаның 5-ші ұрпағы белгілі би Жайығұлы Әлмәмбеттің Іңкәй атты жалғыз қызына үйленіп, одан Қожа Кілең Мұрын деген 2 ұл мен Жәния есімді қыз сүйеді. Осы Жәния шешеміз Бекет атаның анасы. Діни сауаттылыққа жетік, Қожа ауылы ұлан ауруымен науқастанатын Іңкәй шешемізді киік сауып, киіктің сүтімен емдеп, ел арасында киік сауған қожа атанған екен. Құран құдіретін сезінгенде әлгі киіктер кетпей жайылып жүрді. Біздер көтерілген сайын арқарларда олар да көтеріле бастады. Біздер жоғарыға көтеріліп қақпаға жете берген сәтте алдымыздан қарғып өтіп, ананда жерге барып қарап тұрды. Құдды бізге жаратқанның өз жібергендей, бізді шығарып салғандай күй кештік. Шатқалға шыққаннан кейін демалып отырып, алған әсерлерімізбен бөлістік. Ата-бабаларымыз өте ертеден табиғатпен өте тығыз байланыста болған. Олар аспан денелеріне қарап, алдарында жан-жануарларға қарап, табиғат құбылыстарына қарап, дәл болжамдар айтып отырған екен. Соның бірі Құралайдың салқыны. Құралайдың салқыны Қазақстанның орталық, батыс және оңтүстік аймақтарында көп білінеді екен. Бұл мамыр айының 15 менен 25-нің аралығында 2-3 күнге созылған күн қатты суытып, ызғырық жел соғады екен. Дәл осы кезде киіктер лақтарын өргізеді екен. Енді бұның бір ерекшелігі, дәл осы 2-3 күннің ішіндегі қаншама киік болса, соның бәрі дәл осы 2-3 күннің ішінде төлдеп, лағын өргізіп болады екен. Және екінші ерекшелігі, қатты жел соғатын себебі, киіктер желге қарай қатты неткенде жүгірген уақытта олар тез төлдейді екен. Енді бұл Құралайдың салқынының тағы бір қызық жері, дәл осы кезде 2-3 күн бойы дала жыртқышы қасқырлар ұясында жатады екен. Дәл осы 2-3 күннің ішінде сонда киіктер лақтап, лағын өргізіп үлгіреді екен. Міне, осы Құралайдың салқыны деген мамыр айындағы аяғында болатын 2-3 күндік ауа райындағы өзгеріс. Өз табиғаты, тарихы және ерекше белгілері бар. Менің туған өлкем Атырау облысының Шылой ауданы.
Бұл өлкенің кең даласы самал желі мен алтын түстес құмы көз тартарлық. Ал мен үшін Шылойдың ең қымбат символдарының бірі киік. Киік дала көркі, еркіндіктің белгісі, туған жердің айрықша нышаны. Шылойдың кең жазықтарында ертеде мыңдаған киік жосып жүрді. Көктем мен күз мезгілдерінде олар Жем өзенінің бойына жақындап, жасыл шөпке жайылатын. Киіктің жеңіл қимылы, ерекше сұлулығы мен сақ мінезі табиғаттың ғажайып туындысы. Қазақ халқы киікті қастерлеген, оны қасиетті жануар санаған. Киік туралы аңыздар мен жырлар да аз емес. Халық оның нәзіктігі мен еркіндігін адамның жан дүниесіне байланыстырған. Бірақ қазіргі таңда киіктердің саны азайып барады. Бұған табиғи ортаның бұзылуы, заңсыз аңшылық және өндіріс орындарының көбеюі әсер етті. Бұрынғыдай киік тобыры көрінбейді. Олардың үні де сиреді. Бұл табиғаттың адамға жасаған үнсіз ескертуі. Егер біз киікті қорғамасақ, табиғаттың бір бөлшегін жоғалтамыз. Дегенмен, соңғы жылдары киікті қорғауға арналған жұмыстар жүргізілуде. Мемлекет тарапынан арнайы қорықтар құрылып, браконьерлікке қарсы заңдар күшейтілді. Шылой жерінде де табиғатты қорғауға үлес қосып жүрген еріктілер бар. Бұл үміт отын жаққан жақсы жаңалық. Шылойдың киігі тек жануар емес, ол біздің өлкеміздің мақтанышы, рухани байлығымыз. Киіктің бейнесі туған жердің табиғатын, еркіндігін, әсемдігін білдіреді. Сондықтан әр адам өз өлкесінің символдарын қастерлеу керек. Киікті қорғау туған жерге деген сүйіспеншіліктің айғағы. Мен өз өлкемнің киігін көрген сайын Шылой даласының кеңдігін, оның рухын сезінемін. Киік менің өлкемнің ғана емес, бүкіл қазақ даласының мәңгілік символы.